said, no, it's got to stop. And a week later, I murdered my mother. Went back to Santa Cruz and killed her. Криминологияда белгілі болғандай, данышпанның IQ бар сериялық өлтіруші Эдмунд Кемпер қылмыс тарихындағы ең жұмбақ және біртүрлі тұлғалардың бірі болып табылады. Оның оқиғасы 1948 жылы 18 желтоқсанда дүниеге келген Калифорния штатындағы Бербанк шағын қалашығында басталады. Бұл деректі фильмде біз Эдмунд Кемпердің өмірін зерттей отырып, оның жеке басын қалыптастырған және қылмыс жолының дамуына әсер еткен психологиялық және әлеуметтік ерекшеліктерін қарастырамыз. Ал шығарылым басталмай тұрып, мен әдеттегідей өзімнің тұрақты көрермендерімнің жазған жылы лебіздері үшін шын жүректен алғыс айтамын. Және алдыңғы шығарылымда ең көп лүпіл жинаған пікір иесін 10.000 теңге ұтуымен шын жүректен құттықтаймын. Барлық ұтыстар әділетті түрде табысталып жатқанынан күмәнданбаңыздар. Тағы бір айта кететін жағдай, кей көрермендер лүпілді әділетсіз жолмен, яғни накрутка арқылы жинап жүргенін байқадым. Бұл араларыңыздағы тепе-теңдікті шайқайды. Сондықтан бұл шығарылымда біз ережені толығымен өзгертеміз. Енді бір лүпіл жинамаған пікір иесі келесі шығарылымда 10.000 теңге ұтады. Барлығыңызға сәттілік. Білесіз бе, мен кішкентай кезімде ұшқыш болғым келетін. Себебі олар тегін шетелдерді аралайды. Жақсы ақша табады. Алайда менің биіктіктен қорқынышым бұл арманыма тосқауыл болды. Сондықтан мен жерде отырып-ақ пинап сайт арқылы ұшқыш болуды шештім. Бұл жерге мен ішім пысқанда кіріп, кейде қадалып, анда-санда ұтып тұратыным бар. Теңге ұтсам, өзіме керек жарақтарым үшін жаратам. Егер менің төмендегі сілтемем арқылы өтіп тіркелетін болсаңыз, 2,5 миллион теңгеге дейін бонус және 250 тегін айналым алып қадаласыз. Баршаңызға сәттілік. Эдмунд Кемпер 1948 жылы 18 желтоқсанда Калифорнияда дүниеге келген. Отбасында 2 бауыры, әпкесі Сьюзан және қарындасы Эллен бар. Эд 4 жасында қатарластарынан әлде қайда ірі, әрі үлкен болған. Ата-анасына келер болсақ, Эдмунд Кемпердің әкесі екінші соғыста алдыңғы қатарда отан алдында борышын орындап, соңынан мемлекеттік жұмыста қызмет атқарып, ядролық қарумен сынақ жүргізген. Алайда мұндай маңызды, табысты жұмысын тастап, әйелімен Калифорнияға көшіп келіп, электрик болып жұмысқа тұрған. Эдтің анасы Кларнер Стрэнберг анау айтқан жақсы ана болмаған. Әйел ішімдікке құмар, ұлын ұрып қорлайтын болған. Эдтің әкесі әйелін келесідей сипаттайды. Соғыстың тауқыметі мен ядролық қаруды сынақтан өткізу кезіндегі қиындықтар Кларамен бірге тұрудың алдында түкке тұрмайды. Клара күйеуінің жұмысын құлдыққа теңеп, үнемі шағым айтқан. Эдмунд Кемпер өз сериялық өлтірулер мансабын басқа да маньяктар секілді үй жануарларын азаптаумен бастаған. 10 жасында Эд үйдегі мысықты тірідей көміп тастап, ал өлгенде қазып алып басын шауып тастайды. Кейінгі берген сұхбаттарында мысықтың өлімі жайлы отбасына өтірік айтқанда ләззат алғанын айтқан. 13 жасында тағы бір үй мысығын ата-анасы қарындасын көбірек жақсы көреді деген себеппен өлтіріп, денесін бөлшектеп, шкафтың ішіне салып қояды. Соңынан ол бөлшектерді анасы тауып алады. Эд кішкентайынан бауырларының қуыршақтарын алып, белгісіз бір рәсімдер өткізіп, олардың бас аяқтарын жұлып тастайтын болған. Екінші сыныбында Эд өзінің мұғалімдерінің біріне ғашық болып қалып, түнде үйден қашып кетіп, ұстазына терезе арқылы қарайтын болған. Бір күні әпкесі Сьюзан, егер ұстазың соншалықты қатты ұнаса, сүйіп алмайсың ба деп қалжыңдайды. Эд бұлай жасау үшін бірінші мұғалімін өлтіру керек деп жауап береді. Үйде болашақ маньяк бауырларымен өз ойлап тапқан ойындарды ойнайтын. Мысалы электрлік орындық немесе газ камерасы. Қарындасы ойлап табылған батырманы басқанда, бала Эд газдан уланып немесе тоқ қабылдап өліп жатқандай кейіп танытқан. Кішкентай кезінде Эд 2 рет өлімнен қалған. Біріншісі, қарындасы Эдті жүріп келе жатқан пойыз астына итеріп жіберген. Бұл кезде балақай кездейсоқтың арқасында аман қалады. Екінші жолы қарындасы терең бассейнге итеріп жіберіп, батып кете жаздаған. Эд анасына қарағанда әкесімен жақсы қарым-қатынаста болған. 1957 жылы Эдмундтың жасы 9-да болғанда, ата-аналары ажырасып, анасы балаларын алып Монтанаға көшіп келеді. Анасы Клара Эдтің әкесін иттің етінен жек көретін. Эдмунд та тез өсіп, дәл әкесіне ұқсап бара жатқандықтан, қатыгез ана одан сайын Эдке зиян келтіре бастайды. Клара баласын қыздарыма зиян келтіресін деп түнде жертөлеге қамап қоятын. Анасы Эдті ұзын бойы үшін кемсітіп, жерге таптап мазақтайды.
ауадан алынған түк мағынасы жоқ себептерді айтып, ұрып соғатын. Бір күні анасы жасөспірім Эдке, дәл әкең сияқты болғандықтан, саған ешқашан қыздар қарамайды деп айтады. Клара ұлына махаббатын мүлдем көрсетпеуді шешеді. Себебі өз махаббатын білдіру, ұлын көгілдір қылып жібереді деп күдіктенеді. Клараның көңіл күйі тез ауысады. Ол отбасында нағыз диктатор. Оған қоса арақ-шарап көп ішеді. Кемпер анасын ауру және қатыгез әйел деп айтқан. Эд 14 жасқа толғанда үйден қашып кетіп, Калифорниядағы әкесінің үйіне келеді. Мұнда келгенде ол әкесінің қайта шаңырақ көтергенін біледі. Тіпті жаңа әйелінен бір ұлы бар. Эдке әкесінің жаңа әйелі ұнады, бірақ ол жасөспірімді аса қатты ұната қоймайды. Сондықтан тезірек құтылуға тырысады. Уақыт өте жасөспірім Эдті өгей анасына романтикалық сезімдері ояна бастайды. Ол тіпті бір жолы әйелдің киім ауыстырып жатқан жерінен сығалайды. Әйел мұны байқап, күйеуіне айтады. Одан кейін Эдмундты әкесі ата-әжесінің үйіне апарып тастауды шешеді. Ұлының қарсылық көрсететінін білгендіктен жай қыдырып қайтамыз деп алдап алып барады да сол күйі жоғалып кетеді. Амалсыз қалған Эдке бұл атмосферада ұнамайды. Соңынан атасын кәрі шал деп атап, әжесінің өзіне қатты қамқорлық жасағанын ұнатпағанын айтқан. 1969 жылы 28 тамызда Эд ас бөлмесінде отырып әжесімен ұрысып қалады. Ашу үстінде кемпір асханадан жүгіріп шығып, атасы аң аулауға сыйлаған қаруды оқтап алып, әжесін атып салады. Соңынан дененің жан тапсырғанына қарамастан арқасынан 2 рет оқ атқан. Кейбір деректерге сүйенетін болсақ, онымен қоймай бірнеше рет пышақтаған. Ал атасы дүкеннен келгенде әйелінің жансыз денесін көрмесін деген ниетпен кіреберістегі аулада Эд атасында ауыр жарақаттайды. Қарт лезде ажал құшады. Не істерін білмеген кемпер анасына хабарласып, болған жағдайдың бәрін айтып береді. Анасы полицияға қоңырау шалып, бәрін мойындауға кеңес береді. Жасөспірім дәл анасы айтқандай полицияға қоңырау шалып, барлығын мойындайды. Тергеу кезіндегі сұрақ жауапта 15 жасар жасөспірім қылмысқа барған себебін былай түсіндіреді. Жай ғана өз әжесін өлтірген адам қандай күйде болатынын сезінгім келді. Ал атасын өлтіруіне себеп жоғарыда айтып өткендей әйелінен айырылғанын көрмегенін қалапты. Эдпен жұмыс жасаған сот эксперті жасөспірімге параноидтық шизофрения деген диагноз қояды. Кемперді қатаң режимдегі ауру кісі өлтірушілер психологиялық клиникасына жібереді. Бұл жердегі мамандар Эдке сот дәрігері қойған диагнозбен келіспейді. Олардың сөзі бойынша науқаста галлюцинация, өзгеше ойлау қабілеті және басқа да шизофрения симптомдары байқалмаған. Дәрігерлер Эдті ақылды, әрі өзінің сезімдерін сезіп қана қоймай, оларды зерттеп, түсіне алады деп қорытындылайды. Нақтырақ айтсақ, ол өзінің психикасына баға бере алатын. Клиникаға келгенде тапсырған IQ тесті бойынша кемпер 136 балл жинаған. Бұл орташа деңгейден 2 балға жоғары. IQ тестін екінші рет тапсырған кезде 145 балға жеткен. Эдмундтың тәртіпті болғаны соншалықты, аурухана дәрігерлері жасөспірімге басқа науқастарға психологиялық бағалау жүргізуіне рұқсат берген. Эд барлық жұмыстарды тәртіпті, дәл уақытында, асқан еңбекқорлықпен орындап, барлығының жылы көз қарасына кенелген. Тіпті дәрігерлер кемперде ата-әжесін атып салған социопаттан ештеңе қалмады деп сене бастайды. Психологиялық бағалаудан басқа, кемпер аурухана дәрігерлеріне осы психологиялық бағалауға жаңа әдістер мен тесттер ойлап табуға көмектескен. Қалайша, болмашы ұрыстан соң жақындарын атып салған адамның жанында жұмыс істеуге болады. Менің ойымша, сол жердегі мамандар Эдтің ашуын шығармау үшін бәрін жасаған секілді. Ол 2 метрлік үлкен маньяк емес пе? Әрі қарайғы қылмыстарында Эд қылмыскерлермен жұмыс жасағанда алған білімдерін практикада қолданады. Сол клиникадағы аурулар бәрін қалай жасау керектігін айтып берген. Мысалы, зорлық-зомбылық жасаған соң куәгер қалдырмас үшін қызды өлтіріп кеткен жөн деген сияқты. Барлығына қоса кемпер психологиялық тесттер жайлы білімін болашақта өзіне психологиялық бағалау жасамақ болған мамандарға қарсы қолданып, оларға манипуляция жасайды. Клиникадағы үздік тәртібі үшін 1969 жылы 18 желтоқсанда 21 жасар Эдті сынақ мерзіміне босатуды шешеді. Осылайша жұмыстарына көмектескен Эдке дәрігерлер туған күніне сыйлық жасаған болса керек. Клиникада Эдмунд 5,5 жыл уақыт өткізеді. Психиатрлар кемперді анасының қолына жібермеуге кеңес береді. Әрине, оларды ешкім тыңдамай, еркіндікке шыққан Эдті анасының қамқорлығына жібереді. Арада өткен 6 жыл ішінде Клараның өмірінде не өзгерді? Клара екінші рет тұрмысқа шығып, екінші рет ажырасып, Калифорнияға көшіп келді және жақын маңдағы университеттегі администрация бөлімінде жұмыс жасады. Эд анасының үйіне келді. Олар Санта-Крус қаласында тұрады. 21 жасар Эдмунд колледжге түсіп, полиция қызметкері болуды шешеді. Бір қызығы, полициялық академияға оны сотталғаны үшін емес, бойы тым ұзын болғандықтан қабылдамайды.
Полицияға қабылданбағанымен, Кемпер өзімен бірге оқыған офицерлермен бірге көңіл көтерген барларында жиналып тұрады. 1969 жылы клиникадан сынақ мерзіміне босатылған Эд 3 жыл өте 1972 жылы толыққанды емделіп шыққанын дәлелдей алды. 2 адамды өлтірді деген айып мәңгілікке алып тасталынды. Психиатрлар Кемпер қоғамда да өзіне де қауіп төндірмейді деген шешімге келеді. Толыққанды емдеп шыққан психиатрлар тобы жас Эдмунд әрі қарай өмір сүріп, өзінің толыққанды таланттарын ашу үшін сотталды деген таңбаны алып тастауға ұсыныс тастайды. Эд көптеген компанияларда қызмет етіп, жұмыс орнын тез-тезден ауыстырып отырды. Тек Калифорнияда көлік бөліміне келіп тұрақтайды. Анасымен қарым-қатынасы сол баяғыдай, өте нашар. Көршілері жиі ұрыс-керіс пен заттардың қирап жатқанын естейтін. Эдтің айтуы бойынша анасымен жиі қорқынышты және аяусыз төбелестер болып тұратын. Кемпер өмірінде ешкіммен бұлай боқтасып, анасымен жоласқанда ешбір тірі жанмен жоласпағанын айтқан. Анасымен бұл қарым-қатынасы өзіне ешқашан ұнамаған. Кейінірек берген сұхбатында анасын жақсы көруге тырысқанын айтқан. Бірақ ол кісі бұлай болмауы үшін бәрін жасаған көрінеді. Біраз уақыт өте Эд көршісімен пәтер жалдап бөлек шығып кетуге жетерлік ақша жинайды. Бөлек тұрғанына қарамастан Эд анасының мінезінен зардап шегуді жалғастыра берді. Кейде анасы қоңырау шалып, үнсіз тұратын. Эд оны шақырмаса да, Клара ұлының пәтеріне жиі келуді шығарды. Кейде Эдмундтың бөлме ақысын беруге қаржысы жетпей, анасының үйіне келіп, қайта кетіп жүрді. Осылайша өтіп жатқан күндердің бірінде мотоциклмен жүрген Эд жол апатына түсіп қалады. Жол апатына айыпты екінші жүргізуші болатын. Бұл жол апатында Кемпер қолын қатты жарақаттайды және сот арқылы үлкен сомадағы ақша өндіріп алады. Эд бұл ақшаға көлік сатып алды. Осылайша ол таксист қызметіне ауысты. Таксист болып жүріп жол шетінде тұрған көптеген қыздарды байқай бастайды. Осы сәттен бастап ол көлігінде пластикалық пакет, төсек жапқыш, қол кісен және пышақ алып жүретін. Бастапқыда Эд қыздарды көлігіне отырғызып, діттеген жерлеріне ешқандай мәселесі жеткізіп жүрді. Бір күні ол саяжайда сүйкімді бір қызбен танысады. Кішкене алдыға жүріп өтсем, 1973 жылы наурызда олар некесін қияды. Қыздың есімі бізге белгісіз. Себебі әрі қарай болған оқиғаларға байланысты қыздың туыстары бұл жайлы ақпаратты жария етпеуді қалаған. Күндердің бір күнінде Эд жолаушы қызды апара жатып, зорлық-зомбылыққа және кісі өлтіруге деген құштарлығын аңғарады. 1972 жылы 7 мамыр күні Эд Кемпер Берклиге баратын жолдан 2 жас студент қызды көлігіне отырғызады. Мэри Энн және Анита Лучесса. Олар ер адамға Стэнфорд университетіне апарып тастауды өтінеді. Кемпер көлік департаментінде жұмыс жасағандықтан облыстағы жолдарды бес саусағындай жақсы білетін. Нәтижесінде маньяк қыздарға ешқандай күдік туғызбай Стэнфордтан алыс орманға алып кетеді. Орманда Мэриге кісен салып, Анитаны багажникке қамап тастайды. Бірінші Мэри Эннді бірнеше рет пышақтап, соңынан тұншықтырып өлтіреді. Анита да дәл осындай жағдайды басынан кешіреді. Эдмунд сұхбаттарының бірінде Мэриді кісендеп жатып байқамай омырауына қолы тиіп кеткенде өзін кінәлі сезінгенін айтқан. Тіпті кешіріңіз деген сөз аузынан шығып кетіпті. Алайда соған қарамастан қыздарды аяусыз өлтіреді. Соңынан 2 денені багажникке салып, көршісімен бірге тұрған үйге алып барады. Жол жөнекей оны полиция қызметкерлері тоқтатады. Эд ештеңе болмағандай сабырлы отырды. Құжаттары дұрыс болған Эдмундқа полиция қызметкері бір фарасы сынып қалғанын айтып, дереу жөндеуге кеңес береді. Эд басын изеп келіскен соң, полиция қызметкері маньякты өз жөніне жібереді. Кісі өлтіруші 2 денені көршісі үйде болмағандықтан бөлмесіне алып кіреді. Қыздардың киімдерін шешіп, суретке түсіріп, зорлап, соңынан денелерін бөлшектейді. Бастарын кесіп алып, аралдық қатынасқа түседі. Қалған дене бөлшектерін пластикалық пакетке салып, тауға апарып тастайды. 3 ай өте 1978 жылдың тамызында Мэридің бас сүйегі табылады. Ал қыздың қалған қалдықтарының ізін де өзінде сол күйі таба алмайды. 1972 жылдың 17 қыркүйегінде Эд 15 жасар Айка Куды жол жөнекей көлігіне отырғызып алады. Қыз қоғамдық көлікке кешіккендіктен такси арқылы үй үйірмесіне жетіп алмақ еді. Эд тағы да орманға барып, қызға қару көздейді. Алайда байқаусызда өзі көлік сыртында қалып, Айка көлік ішінде қамалып қалады. Бірақ Айка маньякты ішке өзі кіргізеді. Эдтің айтуынша қызбен сөйлесіп, сеніміне кіргендіктен есікті өзі ашқан. Қылмыскер лезде Айканы тұншықтыра бастайды. Есінен танған соң зорлап, сосын өлтіреді. Денені көлікке салып үйіне қарай беттейді. Жол жөнекей барға ішімдік ішуге тоқтайды. Эдтің айтуы бойынша бардан шыққан соң көліктің жүк бөлігін ашып, құрбанына ләззаттана қараған. Үйге келгенде қыздың денесін зорлап, бөлшектеп тастайды. Айканың анасы полицияға қызының жоғалып кеткенін хабарлап,
Мыңдаған іздеу саламыз деген қағаздарды таратып, ештеңе таппайды. Біраз уақытқа дейін Айкаға не болғанын ешкім білмеді. 1973 жылдың қаңтарында Эд қайта анасының қасына көшіп келеді. Енді маньяктың жолаушысы болып, колледжден шыққан 18 жасар Сидни көлікке отырады. Ол қызды алыс орман ішіне апарып, тапаншамен атып салады. Содан кейін қыздың денесін анасының үйіне алып келіп, түні бойына шкафқа тығып қояды. Ал таңертең анасы жұмысқа кеткенде денені шығарып, бірнеше рет зорлайды. Одан кейін денедегі оқты шығарып алып, ваннаға апарып бөлшектейді. Басын бірнеше күн бойы үйінде сақтап, білгенін істейді. Содан кейін бас сүйекті артқы аулаға жерлеп тастайды. Бас сүйектен басқа бөлшектер бірнеше апта өткеннен кейін табылды. Ол кездегі полиция қызметкерлері қанша іздесе де, Клараның ауласындағы бас сүйекті ешқайдан таба алмайды. Сотмед эксперттер Сиднидің денесі дөңгелек ара арқылы бөлшектелген деген нәтиже шығарады. 1973 жылдың 5 ақпанында Кемпер анасымен кезекті ұрысынан соң келесі құрбанын іздеуге шығады. Аудан айналасында студент қыздар жоғалып жатқандықтан полиция қызметкерлері қыздарға тек университеттік жапсырмасы бар көліктерге отыруға бұйрық береді. Ал Эдмунд Кемпердің көлігінде дәл осындай жапсырма болды. Себебі анасы университетте жұмыс жасайтын. Эд кампуста 23 жасар Розалинда мен 20 жасар Элсті жеткізіп салуға ниет білдіреді. Розалинда лезде отырғанымен, Элс ұзақ уақыт ойланады. Ақырында Эд екі қызды да алып кетіп, атып өлтіреді. Денелерді тағы анасының үйіне алып барады. Көліктің ішінде отырбақ қыздардың басын шауып тастайды. Денелерді үйге алып келген Кемпер барлығын сол баяғынша жасайды. Полиция денелерді бір апта өте тапты. Ал әр жаққа шашылған қалдықтарды наурызға дейін жинайды. 1973 жылдың наурызында жоғарыда айтып өткенімдей, Эдмунд бізге белгісіз бір қызбен неке қияды. Бір ай өте, 20 сәуір күні 52 жасар Эдтің анасы Клара сауық кешінен оралады. Оның бүгін туған күні. Эдмунд сақырлаған дауыстардан оянып кетіп, кітап оқып отырған анасының бөлмесіне келеді және бір-екі сөз ауысып, өз бөлмесіне кетіп қалады. Клара ұйықтағанда, ол анасының басына балғамен соққы жасап, сойып тастайды. Одан кейін басын кесіп алып сөреге қояды. Оған ұрысып, дротиктер лақтырады. Сосын анасының денесін шкафқа тығып, өзі барға ішімдік ішуге кетеді. Мұнда әр қарай не істеуді ойлана келіп, ұры түскенде жасауды шешеді. Барлығы шынайы шығуы үшін үйге 59 жасар анасының ең жақын досы Сараны шақырады. Үйге Сара келгенде, оны да тұншықтырып өлтіреді. Бірақ Эд бәрібір де барлық дәлелдер өзіне келіп тұрғанын түсінеді. Соңында Эд Сара мен Клара демалысқа кеткені жайлы өтірік ойлап тауып, денелерді шкафқа жасырып, үйді тазалап кетіп қалады. Ол өз қылмысынан қашып, 1700 шақырымда жол жүреді. Жол жөнекей ұйықтап қалмас үшін кофеин таблеткаларын қабылдайды. Есінен айырылып, билік ізіне түсті деп ойлаған Кемпер суық қаруланып алады. Осылайша ол Колорадо штатындағы Пуэбло қаласына келіп жетеді. Қылмыстары жайлы айтылып жатыр деп радионы да қоспайды. Бір сәтте ол таксофонды көріп, полицияға қоңырау шалып, бәрін мойындайды. Диспетчер болса, маньякқа мүлдем сенбей, кейінірек қоңырау шалуын өтінеді. Бірнеше сағат өте Кемпер қайта полицияға қоңырау шалады. Бұл жолы 911-ге емес. Эд өзімен бірге оқыған офицердің бөліміне қоңырау шалып, досын сұрайды. Офицер тұтқаға келгенде, Эдмунд Клара мен Сараны өлтіргенін мойындайды. Эд полиция қызметкерлері келіп, бөлімшеге алып кеткенін күтті. Тергеу кезінде Эд тағы да 6 қыздың өліміне кінәлі екенін мойындайды. Не үшін қоңырау шалып, жасаған қылмыстарын мойындағанын сұрағанда, жай ғана барлығынан шаршағанын айтқан. 1973 жылдың 8 мамырында Кемперді 8 кісі өліміне айыптайды. Эд өз қылмыстарының барлығын егжей-тегжейлі тергеушілерге айтып береді. Сондықтан адвокаты Эдмунд есінен алжасқан соң, бұл қылмыстарды бейсаналық түрде жасады деп қорғаудан басқа амал қалмайды. Соттың шешімін күткен Кемпер өзіне 2 рет қол салуға тырысып, сәтсіздікке ұшырады. 1973 жылдың қазанында Эдмунд Кемпердің үстінен сот ісі басталды. 3 психиатр Эдті кінәлі деген қорытынды шығарады және Эд жасаған қылмыстары үшін танымал болғандығына мақтанғанын айтқан. Бір дәрігерге тіпті құрбандарының бірінің етін қуырып жегенін мойындаған. Бірақ кейінірек бұл сөзінен бас тартты. Бәрібір де қылмыскер барлығына саналы түрде барған, әр қылмысын жоспарлаған. 8 қараша күні сотталушы сөз сөйлеуге шығады. Эдмунд құрбандарын өзі үшін, оларды басқару үшін өлтіргенін айтты. Және қазылар алқасы есінен алжасқан деген шешім шығару үшін қолынан келгенін бәрін жасайды. Соған қарамастан 8 қараша күні 12 қазылар алқасы 5 сағаттық талқылаудан соң Эдмунд Кемпер айыпты деген шешім қабылдайды. Кемпер өзіне өлім жазасын сұрайды.
Бірақ сол жылы Калифорнияда өлім жазасына заңды түрде тыйым салынғандықтан 8 өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Түрмеде Кемпер үздік тұтқын атанып, ешқандай тәртіп бұзушылық жасамайды. Ешкімнен үстіне шағым түспеді. Түрмеде психиатр қабылдауына келетін тұтқындардың тізіміне жауап беретін. Керамикалық кеселер жасады және көзі көрмейтіндер үшін аудио кітаптар оқиды. Осылайша Кемпер 5000 сағат кітаптарды дыбыстаған. 2015 жылы инсульт алып, жұмыс жасауын тоқтатты. Ал 2016 жылы алғаш рет түрме заңдарын бұзды. Дәл уақытында кіші дәреті салынған банканы жеткізе алмай қалды. Түрмеде Кемпер журналистерге және ФБР агенттеріне көптеген сұхбаттар береді. ФБР агенттеріне өз сезімдерін, психикасын, қалауларын айтып, маньяктардың жалпы психологиясын түсінуге үлес қосты. Эдтің мерзімінен бұрын босатылу өтінішіне үнемі кері жауап келіп отырды. Бірнеше рет қоғам мені қабылдауға дайын емес деп өзі де өтініш тапсырмайды. Эдмундтың айтуы бойынша, құрбандарын ішіндегі толып қалған ыза, реніш, ашуын шығару үшін өлтірген. Ол өзін эмоциялық түрде импотент санаған. Қыздармен қалай сөйлесуді білмеген. Әрине бұған анасын кінәлаған. Ол әр қылмысын анасымен ұрсып шығып кеткен соң жасаған. Кейбір психиатрлар Эдмунд қылмыс жасап жатқанда құрбандарын анасы деп елестетті деседі. Не болса да Эдмунд Кемпер барлық қылмысын саналы түрде жоспарлап жасады. Ол өз психикасын жақсы түсінген. Айналадағылардан көмек сұраудың орнына өз қалаулары мен ызаларының құрбаны болуды жөн санады. Сондықтан да ол бостандыққа шығуға аса тырыспайды. Өз психикасын жақсы білгендіктен қайта кісі өлтіретінін жақсы түсінеді. Эдмунд Кемпер балалық шақтағы жарақаттар, зорлық-зомбылық және эмоционалдық қолдаудың болмауы терең психологиялық мәселелерге алып келетіндігі жайлы көрсетілген жарқын мысал. Кемпер жоғарғы интеллектке ие бола отырып, өз қабілеттерін жарату үшін емес, жою үшін пайдаланды. Бұл оның тағдырын одан да қорқынышты және қайғылы етті. Қазір Эдмунд Кемпер әлі де сол түрмеде отыр. Адвокаттарының айтуынша қарт жақсы өмір сүруде. Ешқайда асығып жатқан жоқ. Және мерзімінен ерте босатуға келіспей жатқан билікке реніші жоқ. Ол өзінің ешқашан бостандыққа шықпайтынын жақсы біледі. Ал осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге бұл деректі фильм қызықты, әрі танымды болды деген ойдамын. Егер расымен де солай болған болса, лүпілдеріңізді аямай басып, пікірлеріңізді жазып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымда кездескенше, қош сау болыңыздар.